Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің аты жөнім Әсем Әлмұхамбет, және де менің видеомды алғаш көріп отырсаңыз және каналыма әлі жазылмаған болсаңыздар, онда жазылуларыңызды сұраймын. Себебі егер сіз шетелде оқу арманыңыз, мақсатыңыз болса, бірақ оған қажетті қаржыңыз болмаса, онда менің каналым сізге пайдалы болады. Себебі мен шетелде тегін білім алудың түрлі жолдарын айтамын. Өзімде Америка құрама штаттарында тегін білім алып жатырмын магистратурада. Бірінші семестрімді аяқтап, екінші семестрімді бастадым. Маған осы инстаграмға дайректке және де осы YouTube каналының шыққан видеоларда жиі қойылатын сұрақтардың барлығын жинақтап, сол сұрақтарға толыққанды жауап беремін деп шештім. Себебі бұл көп адамдардан бұл сұрақты естігендіктен, бұл көпшілікке қызықты деген үмітпен сол 10 сұрақты жинақтап, сол сұраққа жауап беремін деп шештім. Ал егер онда дайын болсаңыздар, бастайық. Бұл бірінші 9-дан кейін түсе аламын ба? Яғни Америка университетіне 9-дан кейін түсе аламын ба? Жалпы Америка университеттеріне немесе басқа да елдің университеттеріне сіз 9-шы сыныптан кейін түсе алмайсыз. Себебі бұл жерге университетке түсу үшін сізде міндетті түрде мектеп бітіргеніңіз туралы, яғни 11 бітіргеніңіз туралы қолыңызда аттестат болу керек. Ал ол 11 бітіргенің аттестатсыз сіз тіпті құжатта тапсыра алмайсыз. Сондықтан да сіз 9-дан кейін Америка университетінде оқи алмайсыз. Бірақ 9-дан кейін сіз Америка мектептерінде оқи аласыз. 9-дан кейін мектепте, Америка мектептерінде қалай оқуға баруға болады тегін, яғни ол туралы да мен өзімнің YouTube каналымда видео түсіргенмін. Егер қызық болса, соны қарай аласыздар. Ол видеоның атауы, яғни Америкада тегін білім алудың 10 жолы деп аталады. Сол жерде сол 10 жолының бірі осы 9-дан кейін, яғни міндетті түрде 9-дан кейін емес, басқа 10-шы сыныптан кейін, 8-ші сыныптан кейін де Америка мектептерінде сіз 1 жыл тегін оқи аласыз. Екінші сұрақ, баға маңызды ма? Яғни мектептегі баға маңызды ма дейді. Негізінде баға маңызды. Себебі сіз 11 бітіргеннен кейін бакалаврда Америкада тегін білім алам десеңіз, онда оның барлығына қарайды. Сіздің мектепте қалай оқыдыңыз, соның барлығы үлкен рөл ойнайды. Тіпті кейбір университеттер осы мектептегі GPA бағасы осындайдан төмен болмау керек деген талаптарда болады. Ал егер сіздің бағамыңыз, сол бағаларыңыз төмен болса, онда GPA де сәйкесінше төмендейді. Сол өзінің университетін талап етілген жаңағы GPA деңгейіне жете алмай қалуыңыз мүмкін. Сондықтан да баға да рөл ойнайды. Сол себепті сабақты жақсы оқуға тырысыңыз. Бұл жерде мынандай сұрақтар да болады. Америка университетінде тегін білім алу үшін міндетті түрде барлық сабақ 5 болу керек па деген сұрақта қойылады. Жоқ, барлығы 5 болу міндетті емес, бірақ дегенмен де сол GPA балыңыз жоғары болғаны абзал. Үштіктер болса, үштіктер барынша төмен, аз болғанын жіті қадағалаңыз, тіпті ол мүлде болмаса да тіпті керемет. Одан кейінгі сұрақ, жиі қойылатын сұрақтардың бірі, 11-ден кейін грантқа университетке түсе аламын ба Америка университеттеріне? 11-ден кейін сіз Америка университетіне грантқа толық қаржыландырумен оқуға түсе аласыз. Ол әр университеттің өзінің берілетін гранттары болады. Сол қай университет сондай шетелдік студенттерге сондай мүмкіндік беретін, соны бірінші анықтап алу керек. Себебі барлық университетке, Американың барлық университетіне ондай мүмкіндік қарастырылмаған. Кейбір неде қаржыландыру бар болса, кейбір университеттер сіздердің тұруыңыз, тамағыңыз, соның барлығын тегін сізге тегін беріледі. Сондай колледждардың, сондай университеттердің тізімін бірінші зерттеп жасақтап алыңыз. Одан кейін барып құжаттарыңызды тапсырып, өзіңіздің бағыңызды сынап көрсеңіз болады. Яғни бұл жерде студенттің толық қаржыландыратын ондай университеттер бар. Оны алдын ала дайындықты алдын ала ерте бастаған дұрыс. Тіпті 10-шы сынып оқып жүрген кезде, тіпті 9-дан бастасаң, 9-шы сынып оқып жүрген кезде бастасаңыз да, ол артықтық етпейді.
себебі бұл жерде 11-ден кейін Америка университеттерінде бакалаврда оқығысы келетін көптеген студенттер бар, тек қазақстандық емес, басқа да әлемнің түкпір-түкпірінен осындай жастар оқығысы келеді. Сәйкесінше бәсекелестік өте жоғары, талап та өте жоғары болады, және де сол талапқа сай болу үшін, бәсекеге қабілетті болу үшін, онда сіздің жаңағы бэкграунд дейді, сіздің сабағыңыздың үлгерімі жақсы болу керек. Сабақтың үлгерімімен қоса сіздің жеткен бір жетістіктеріңіз болуы керек. Мәселен, олимпиадада жеткен жетістігіңіз болуы мүмкін, ерікті ретінде бір жерде жұмыс істеуіңіз мүмкін, пікірсайысқа қатысқан болуыңыз мүмкін, сондай бір қоғамдық өмірге де белсенді араласатын жас болуыңыз мүмкін, өмірде бір позициясы бар, мақсаты бар, және де сондай бір көшбасшылық қасиеті бар, сондай студенттерді көптеп іздейді Американың университеттері. Сондықтан да сол талапқа сай болу үшін қандай студенттерді іздейтін бірінші танысып алыңыз. Соған сәйкес құжаттарыңызды дайындаңыздар, яғни мотивациялық хат және мінездеме хат деген секілді. Университет қандай студенттерді іздейді, сол қасиеттер сіздің бойыңызда бар болуын және сол қасиеттерді жақсы көрсете алатындай қылып құжаттарыңызды дайындауға кеңес беремін. Келесі сұрақ: тілді білу міндетті ме деген. Негізінде бұл сұрақ мен өте қатты таңғалдырады, бірақ бұл сұрақ шынымен де өте жиі қойылады. Яғни мені бұл таңғалдырады деген себебім, Америкада сіз қазақ тілінде немесе орыс тілінде білім алмайтыныңыз ол анық, иә. Сондықтан да бұл жерде Америкадағы тіл бұл ағылшын тілі, ресми тіл, иә, мемлекеттік тіл. Және де сәйкесінше бұл жерде сабақты ағылшын тілінде өтеді. Сол себепті сізде Америкада оқимын деген бір мақсат, жоспар болса, сіздің ең бірінші жасау қажет қадамыңыз бұл тілді үйрену. Себебі сіз тілді білмесеңіз, сіз тек қана Америкада университетінде оқу түгілі сіз құжаттарыңызды тапсыра алмайсыз. Себебі сіз Америкаға құжаттарды тапсыру үшін де сіз тіл білуіңіз керек. Ол құжаттарды сіз ағылшынша толтырасыз. Сонымен қатар IELTS, TOEFL, GRE, GMAT деген секілді экзамендардың барлығын ағылшын тілінде тапсырасыз. Сондықтан да Америкада оқуды бастамас бұрын және де сондай бір ниет болса, онда ең алдымен сізге менің кеңесім тіл деңгейіңізді көтеріңіз. Тіл деңгейіңізді көтергеннен кейін барып, онда құжаттарыңызды тапсырып, одан кейін оқуды қорықпай бастауға болады. Келесі сұрақ: бұл колледжден кейін тапсырса бола ма деп. Я, колледжден кейін сіз тапсыра аласыз, бірақ колледждің дипломы бұл 11 бітірген диплом болып есептеледі. Яғни сіз егер 11-ді бітіріп бір колледжда Қазақстанда бір мамандық бойынша бітірсеңіз, онда сіз магистратураға мәселен тапсыра алмайсыз. Тек қана бакалаврға тапсыра аласыз, себебі колледждің дипломы ол мектептің аттестатымен пара-пар. Сондықтан да сіз колледжден кейін, егер Америкада оқимын десеңіз, онда бакалаврға тапсыра аласыз. ОБТ тапсыру керек па? Яғни ұлттық бірыңғай тест қажет пе? Жоқ, ұлттық бірыңғай тест қажет емес. Бұл аты айтып тұрғаннан кейін ұлттық, яғни Қазақстанның ұлттық, иә. Ұлттық ол көбінесе сол елге, сол жерге ғана тән нәрсе. Яғни ұлттық бірыңғай тестілеу бұл Қазақстанға тән, яғни Қазақстанның жоғары оқу орындары қажет ететін имтихан, және ол басқа елге қажет емес. Басқа елге тапсыратын болсаңыз, сол елдің талап ететін экзамендарын тапсыруыңыз қажет. Мәселен, Англияға тапсыратын болсаңыз IELTS, Америкаға тапсыратын болсаңыз TOEFL деген секілді. Ал Кореяға тапсырсаңыз, мәселен, TOEIC. Дәл сол секілді бұл басқа елге тапсыратын болсаңыз, онда ОБТ-ның қажеті жоқ. Тек Қазақстанда оқимын десеңіз, онда ОБТ тапсырасыз, ал шетелде оқитын болсаңыз, ОБТ-ның қайталап айтам, қажеті жоқ. Басқа мамандықпен оқи аламын ба? Яғни бакалаврда мен бір мамандықпен аяқтадым, магистратураны басқа мамандықпен оқи аламын ба деген сұрақтар туындайды. Егер де ол мамандықтар жаңағы туысқан мамандықтар болатын болса, онда оқуға болады. Мәселен, мен өзім журналистиканы бітіргенмін бакалаврда, бірақ дәл қазір пиар мамандығы бойынша білім алып жатырмын. Пиар мен журналистика олар туысқан мамандықтар болып есептеледі. Сол себепті осы мен оларның
магистратурамда осы пиар мамандығы бойынша білім ала аламын. Бірақ егер сіз магистратурада қосымша осындай туысқан мамандықтар бойынша да егер білім аламын десеңіз, онда сіздің қандай да бір сол мамандықпен байланыс болған жақсы. Яғни бакалаврды ол мамандық бойынша бітірмесеңіз де, бәлкім сол салада жұмыс істеген болуыңыз мүмкін. Сол салада бір қандай да бір тәжірибеңіз болғаны сізге жақсы. Себебі ешқандай тәжірибесіз, ешқандай білімсіз құжат тапсыратын болсаңыз, онда сіздің оқуға қабылдану шансыңыз төмендейді. Соны ескеріңіз. Тіл деңгейім төмен болса оқи аламын ба? Тіл деңгейі ол қандай деңгей? Мысалы, pre-intermediate-пен оқи аласыз, advanced-пен әрине оқи аласыз. Ал beginner, elementary-мен оқу бұл жерде қиындау болады. Себебі өзіңіз білесіз, ағылшын тілінде ойыңызды жеткізу үшін, ағылшын тілінде эсселар жазу үшін, ағылшын тілінде кітап оқу үшін қандай да бір деңгей қажет. Сондықтан да сөзімнің басында айтып өткендей, Америкада білім алуды жоспарласаңыз, онда ең алдымен тіл деңгейіңізді көтеріңіз. Америкада оқуға түсуіңіз мүмкін, бірақ ол сіз егер тіл деңгейіңіз өте төмен болса, онда сіз қатты қиналып қалуыңыз мүмкін. Сондықтан да бұндай қиындықтарға кездеспеу үшін, сондықтан да бір тіл деңгейіңізді барынша көтеруге тырысыңыз. Және де соңғы сұрақ, бұл оқу қиын ба? Бұл маған өте жиі қойылатын сұрақ. Оқу қиын, мен бұл туралы Инстаграмда өзімнің постымда да жазған болатынмын. Жалпы қиын бұл өте субъективті пікір. Тағы да сол өзімнің Инстаграмдағы постымда қайталап өтейін. Көбіңіз бәлкім оны оқымаған боларсыздар. Жалпы қиын сөзі бұл өте субъективті пікір. Яғни біреуге қиын болған нәрсе сізге жеңіл болуы мүмкін, немесе керісінше. Жалпы Америкада оқу қиын болуы ол көптеген факторларға байланысты. Жаңағы мен сөзімнің жаңа ғана айтып өткен, яғни тіл білу деңгейіңізге байланысты. Кредит санына байланысты. Яғни кейбір университеттер 75 кредит талап етуі мүмкін, ал кейбір университеттер 32 кредит талап етуі мүмкін. Сәйкесінше кредит саны аз студентке оған жеңілірек тиюі мүмкін сабақ, себебі ол аз сабақ таңдайды. Ал 75 кредитті қамту үшін ол аптасына 5-6 сабақ алады. Ал 5-6 сабақ ол дегеніміз өте көп, нагрузка өте көп, тапсырма өте көп, сәйкесінше оған ол қиын түседі. Ал тек қана 36 кредитті қамту қажет студент, ол бір семестрді 3 сабақ таңдауы мүмкін. Сәйкесінше ол 3 сабақтың тапсырмасына да ол жақсы, жеңіл, бәріне үлгеру уақыт жағынан өте ыңғайлы болуы мүмкін. Сондықтан да кредит санына да байланысты. Сонымен қатар ол түскен университетке байланысты. Кейбір университеттер жаңағы сіздің түскен мамандығыңыз бойынша ол алда, рейтингта өте алда болуы мүмкін. Сәйкесінше оларда талап та өте күшті болады. Тапсырма өте көп беріледі. Бағалау шкаласы өте жоғары болады. Сәйкесінше ол жерде оқу қиынырақ болады. Яғни бұл жерде түскен университетіңізге байланысты, түскен мамандығыңызға байланысты, және де сіздің сол сабаққа деген, сол мамандыққа деген қызығушылығыңызға байланысты. Егер сол шынымен де қызықсаңыз, әрине сізге оған қатысты барлық ақпарат сіз үшін қызықтырып тұрады. Мынау қалай екен деген секілді қызығушылық болады. Сәйкесінше оған қатысты барлық ақпаратты сіз қызығушылықпен оқисыз, қызығушылықпен жасайсыз. Ал егерде жай ғана Америкада оқу керек деген секілді, бірақ оқуға деген ешқандай қызығушылығыңыз болмаса, әрине ол қызығушылық болмағандықтан оны бір сізге қиынға соғады. Ол жеңіл болмайды, оны сіз өзіңізді күштеп жасаған нәрсе, ол сізге әрқашанда қиынға соғады. Және де тағы да Америкада оқу қиын болуы, ол сіздің тәжірибеңізге байланысты. Мәселен, магистратурада оқып жатқандар, олар көбінесе сол мамандық бойынша қандай да бір тәжірибесі барлар оқуға түседі. Бірақ ол дәл сол секілді ешқандай бір тәжірибесі жоқ студентте түсуі мүмкін. Сәйкесінше тәжірибесі бар студентке қарағанда, тәжірибесі жоқ студенттің сол саладағы оған қиынырақ соғуы мүмкін. Себебі ол одан ешқандай хабар жоқ, барлығы ол үшін жаңа. Ал тәжірибесі бар студент, ол қандай да бір оның хабары бар, сондықтан да ол қалай жасалады, қалай істеу керек деген сынды одан хабар болғандықтан оған оңайырақ түседі. Сонымен қатар сіздің уақытты тиімді пайдалану деген сияқты факторларға да байланысты. Сондықтан да мен Америкада оқу қиын немесе жеңіл деп мен шорт кесіп айта алмаймын. Ол тікелей сізге, сіздің тіл білу деңгейіңізге, сіздің оқиын деп жатқан мамандығыңызға деген махаббатыңызға және тағы да басқа көптеген факторларға, атап өткен факторларға байланысты. Бірақ мен мына нәрсені айтайын, тіпті сіз ол қиын соқса да, әрқашанда қиын болған нәрсе ол сіздің жаңағы
жақсы сізді өсіреді, ол сізді дамытады, қиындық адамды ширата түседі. Сондықтан да егер сіз Америкада білім алам немесе шетелде білім алам десеңіз, біреу қиын деген сөзіне еріп, ол өз арман мақсатыңыздан бас тартпаңыз. Себебі ол сізге қиын соқса да, ол сізді одан әрі дамыта түсетіне, одан әрі ширата түседі. Мене осы маған жиі қойылатын топ 10 сұрақ. Осы сұраққа толық жауап бердім деген үміттемін. Егер бұдан да тағы да сұрақтар туындаса, онда комментарийға жазып өтіңіздер. Мен оны болашақ видеоларымда сол сұрақтарға жауап беремін. Амандықта жүздескенше сау болыңыздар.